Тармақталу алгоритміне өтерден бұрын біз білім алушылардың жиі кетіретін қателіктеріне тоқталып өтейік, яғни есепті шығару барысында кететін қателіктер. Біріншіден біз алдыңғы тақырыпта mass модулін біздің жобамызға қосу жайында айтылған болатын. Сол кезде синтаксімен таныстық, from mass import all. Енді сіздер алдыңғы тақырыптағы сілтемені ашып қарасаңыздар, мына функциялардың алдында mass сөзі кездесіп тұр, то есть модульдің атауы кездесіп тұр. Ол не үшін? Бұл модульдерді жобаға қосудың бір емес, тағы бір әдісі бар. Бұл import mass. Import mass деген кезде mass модулін ғана қосумен шектеледі, ал from mass import all деген кезде ішіндегі функцияларды тікелей қосатын болады. Сол себепте егер сіз from mass import all деп жазсаңыздар, әрбір функцияның алдына mass сөзінің модульдің атауын көрсету қажет етпейді. Ол автомат түрде түсінеді. SQRT мысалы функциясы mass модулінің ішінен екені. Ал егер сіз жаңа екінші синтакспен import mass деп жазатын болсаңыздар, ол mass модулі қосылды. Әрі қарай сіз SQRT функциясын қайдан алып жатқаныңызды осы модульдің атын жазу арқылы көрсетіп отыруға тура келеді. Мысалы mass SQRT орындаймыз программаны. 8. Әрі қарай келесі жиі кететін қателік, мысалы дискриминанттың есебін шығарайық. Есеп шығаруда бұл жерде жиі кетіретін қателіктер. Мына 4AC немесе 2A деген жерлерде арасындағы көбейтуді ұмытып кетіп жатады. Бұл жиі кездесетін қателіктердің қатарына жатады. Келесі мәселеге тоқталайық. Мысалы сіз x айнымалысын сипаттап, оған мән бергеннен кейін, оны есептеу барысында сіздер шығаратын кезде x-і үлкен әріппен жазып кетсеңіздер, ол екі түрлі есептеледі. Бізде бірінші сабақта белгілі, жоғарғы регистр мен төменгі регистр екеуі екі түрлі қабылданады. То есть бізде қазір осы команданы орындасақ, белгілі бір мәнді береміз. Міне name x is not defined. Себебі did you mean x деп тұр. То есть бізде мына үлкен әріп емес, кіші әріп болу керек. Немесе сіз алдын ала сипаттауды ұмытып кеткен жағдайда да бұл жерде ол қатеге алып келеді, дәл осы қатеге. Name x is not defined. Бұл қателік екі түрлі жағдайда шығуы мүмкін. Мысалы сіз from mass import all'ды ұмытып кетіп, сразу санның түбірін тауып жатсаңыз, немесе басқа да mass модулінің ішіндегі функцияларды қолданып жатсаңыз да дәл осы ошибка алып келеді қателікке. Орындап көреміз. Міне name SQRT is not defined. То есть біздің жобамызда SQRT-ның не екенін түсінбей тұр. Сол үшін алдын ала from mass import all'ды жазып алғанымыз дұрыс. Келесі бір жиі кездесетін қателік, мысалы экранда көрініп тұрған есепті шығаратын болсақ, бізде A және B белгілі деп есептейік. Экранға жаңа формуланы жазамыз. A плюс B бөлінген 2. Ойша есептеп көрейік. A-ның ішіне 4, B-ның ішіне 6 деген мәнді қояйық. Бізде экрандағы формула бойынша 5 деген мән шығу керек. То есть 4-ке 6-ны қосып 10 болады, 10-ды 2-ге бөлсеңіз 5 болады. Енді біз есепті жаздық. Осыны орындап көрейік. A мәні 4 деп береміз, B-ға 6-ны береміз. Бірақ бізде 7 шығып тұр. Не себепті? Себебі білесіздер, математикада бірінші бөлу орындалады, одан кейін барып қана қосу орындалады. Егер сіз алымын бөлек есептеп алғыңыз келсе, оны бөлек жақшаға алуыңызға тура келеді. Сақтаймыз, қайта орындаймыз. A 4-ке тең, B 6-ға тең. Жауабы 5. Келесі бір сұрақтардың бірі логарифмдерді қалай жазамыз. Біз алдыңғы сабақтан білесіздер, осы сайтқа сілтеме қалдырған болатын. Осы жерде мысалы логарифмдерді қалай жазамыз. Ол үшін қазір мен ашып көрсетейін. Мына функцияға мән беруіміз керек. Log функциясына logarithm x по основе base. То есть base бұл жерде міндетті емес болып табылады. Жазуға да болады, жазбасаңыз да болады. Егер base жазылмаған жағдайда бұл натурал логарифм болып есептелетін болады. То есть қараңыздар.
логарифм 2 негізі 8 дегенімізді жазу үшін бірінші біз math модулін жобамызға қосамыз. Әрі қарай логарифм 2 негізі 8 дегеніміз бірінші 8-ді жазамыз, одан кейін барып 2-ні жазамыз. Сәйкесінше жауабы 3 болу керек. То есть 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. Орындаймыз 3. Егер сіз натурал логарифм жазғыңыз келсе, онда base бөлімін бос қалдыруыңыз керек. Мысалы, осылай есептеп көреміз. 4.6. Тағы бір айтылу керек нәрсе, кейбір есептерде синус квадрат x деп берілуі мүмкін, кейбір есептерде синус x квадрат деп берілуі мүмкін. Екеуінің айырмашылығы бірінде аргументтің квадраты болса, екіншісі синустың өзінің квадраты. Екеуін қалай жазамыз? Бірінші синус квадрат x жазып көрейік. Синус квадрат x жазу үшін қазір ешқандай ошибка болмау үшін мен барлық кодты жазып алайын. Қараңыздар, синус квадрат x болған жағдайда сіздер бірінші толықтай жазып боласыздар синус x. Одан кейін барып қана дәрежесін жазасыздар. Егер сіздер оны аргументпен функция атауының арасына қойсаңыздар, ол міндетті түрде қатеге алып келеді. Орындап көрейік. Қате. Сондықтан бірінші толық жазып боласыздар, одан кейін барып қана дәрежесін көрсетесіздер. Екіншісі синус x квадрат болған жағдайда дәрежесі аргументтің ішінде көрсетіледі. Синус квадрат x, синус x квадрат. Сабақ аяқталды. Келесі сабақ тармақталған алгоритм.